Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Мұсабекова Аружан. Мен бала кезімнен журналист болуды қатты армандаған едім. Бұл арманыма бір табан жақындауға Есенбай медиа орталығы зор көмегін тигізуде. Және мен бұл медиа орталыққа келген кезде өзіме көптеген достар таптым. Және де сөйлеу мәнерімді қалыптастырып жатырмын. Сұхбат сұрауды және мақала жазуды үйреніп жатырмын. Ал сен журналист болуды қаласаң, атақты журналист болғың келсе, бізге қосыл, біз сені асыға күтеміз. Сәлем достар, мен Асанхан Айгерім. Шымкент қаласындағы Есенбай медиа журналистика курсына қатысу арқылы бала күнгі арманым журналистика саласының барлық қыр-сырларын үйреніп жатырмын. Қазіргі таңда филология факультетінде оқып жатырмын, алайда журналистика саласына деген қызығушылығым ерекше. Күнде таңертең осы Есенбай медиа журналистика курсының жетекшісі Қарашаш Есенбайға дыбыстардың дұрыс дыбыстап үйрену үшін арнайы дыбыс жаттығуларын жасап, және де тілге арналған жаттығуларды, жаңылтпаштарды айтып өткіземіз. Егер де сіздің осы радио саласына, тележурналистикаға, мақала жазуға машықтанғыңыз келсе, біздің Есенбай медиа орталығына шақырамыз. Сәлем, достар, менің есімім Нұрлыхайым Асемай. Мен журналистика курсын оқуға 50% жеңілдік ұтып алдым. Және де қазір осы Есенбай медиа журналистика курсын оқу арқылы өзіме сұхбат алу, мақала жазу және интернет журналистика, радио журналистика салаларын меңгеріп жатырмын. Егер сен де өз болашағыңды қалыптастырғың келсе, журналист болу бала күнгі арманың болса, бізге қосыл. Біздің топ сені күтеді. Қайырлы күн, менің аты жөнім Назерке Беймахан. Мен осы Есенбай медиа журналистика курсына келу арқылы журналистика бағытының 4 бірдей саласымен таныс болдым. Және соларды игеру арқылы осы күнімен өзіме жұмыс таптым. Және қазір Қазақстандағы ақпараттық портал Ернұр-KZ сайтының тұрақты тілшісі болып жұмыс жасап жатырмын. Тұрақты түрде гонорарымды алып отырамын. Осы Есенбай медиа журналистика курсына қатысу арқылы мен өз арманыма жеттім деп айта аламын. Егер де сізде журналистика жолын таңдасаңыз, өз бойыңызда шығармашылық қасиетіңіз болса, Есенбай медиа журналистика курсына шақырамыз. Қайырлы күн, достар, менің есімім Дүйсенбек Айкерім. Мен Есенбай медиа орталығының тұңғыш шәкірттерінің бірімін. Бұл журналистика курсына келу арқылы мен көптеген жетістіктерге жеттім. Соның ең ерекше мен үшін орны бөлек, ол халықаралық журналистика және коммуникация қысқы мектебі. Мен осында келіп, Қарашаш әпкемен 2 ай практикалық және теориялық сабақ өтіп, көптеген жетістіктерге жеттім. Алматыға барып, өте халықаралық деңгейдегі дәріскерлерден сабақ алдым. Және де Гүлмира Сұлтанбаева сол кісіден куәлік алып, Алматыдан оралдым. Егер сіздердің де көптеген жетістіктерге жеткіңіз келсе, сіздер үшін біздің есігіміз ашық. Қайырлы күн, құрметті достар. Мен Жансай Айткенова, Есенбай медиа журналистика курсына келу арқылы мектеп кезінен қоштасып қалған кітап оқу үрдісімен қайта қауышқандаймын. Яғни қазір тұрақты түрде кітабын оқимын, өз-өзімді жауапкершілікке тәрбиелеп жүрмін. Сонымен қатар Ернұр-KZ сайтына менің мақалаларым жарық көріп келеді. Жақында ашылғалы жатқан өздеріңізге белгілі Айгерім-KZ сайтының колумнисі болдым. Сонымен қатар телеарна радио бағдарламаларын жетік меңгеріп келе жатырмын. Болашақта армандарыма бірге Есенбай медиамен бірге жететіме сенімдімін. Егер де сіздің бойыңызда журналистикаға деген қызығушылық болса, немесе өзіңіздің жазба қасиетіңізді, яғни жазба стиліңізді қалыптастырғыңыз келе ме, онда журналистика курсына шақырамыз. Бұл Есенбай медиа орталығы. Журналист болуды қаласаң, бізге қосыл.